Ақтөбенің ішкі саясатына сұрақ мынау қашанға дейін жалғасады? Радионы қараңызшы. И министры по делам кабинета министров. Развлекательное радио номер 1. Бірде-бір қазақша әуен де жоқ, бір сөйлейтін жаңалық та жоқ. Не масқара мынау прайм тайм дейді ғой енді, сағат кешкі 6. Неше жылдан бері осылай ешқандай өзгеріс жоқ. Атырауға барсан, Ақтауға барсан, Орал енді есімде жоқ. Ондай емес, ана жерде 70-80% қазақша. Сосын сапалы өлеңдер қой. Бізге келетін болсаң, Ақтөбеге бітті. Ресейге келгендей. Мынаған бір назар аударыңызшы енді. Олар қалай енді заң бойынша 50-50 де болу керек па? Сол 50 күндіз олар 50 орысша, кешкі түнде ешкім қарамайтын қазақша қала ма? Сонда қалай бұл? Бір назар аударыңызшы.